сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 22-ші сабақты талқылаймыз. Өлеңді мұқият тыңда. Жақсы мен жаман. Жақсы деген немене? Әдеп пенен өнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес. Жей қоятын тәтті емес. Жақсы істерді көрмеуің, кішіге көмек бермеуің. Балалар, төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Өлең не туралы? Өлең жақсы мен жаман қасиеттер туралы айтылады. Ақын жақсы адам қандай болу керек, жаман адам қандай болу керек екенін түсіндіреді. Жақсы адам үлкендерді сыйлайды, ақылды, тыңдайды, кішілерге көмектеседі, ал жаман адам жақсы істерді байқамайтын, өзгеге жәрдем бермейтін адам. Өлең мазмұнын өз сөзіңмен айтып көр. Өлеңде адамды жақсы не жаман ететін мінездер сөз болады. Адамның жақсы болуы оның іс-әрекетіне байланысты. Егер ол үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге көмектессе, ол жақсы адам. Ал басқаларға көмек бермей, ақыл тыңдамаса, ол жаман адам болады. Талқылау үлгісі. Қыстырма сөздермен. Меніңше, үлкендерді сыйлау жақсы қасиет. Шынында да ақыл тыңдау әр адамның парызы. Айтпақшы, кішілерге көмектесу адамгершіліктің белгісі. Ал менің ойымша, жақсы істерді байқамау жаман қылық. Өлең мазмұнын ашатын мақалдың ең лайықтысы жақсыдан үйрен, жаманнан жирен мақалы. 13-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Жақсы сөз сүйсіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. 14-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгіні қойып, көшіріп жаз. Ол үтір. Шынында да үтір жақсы бала. Рас, үтір ол өте көп біледі. 3-ші сөйлем. Бұл тапсырманы орындамағансың-ау. Үтір сірә. Енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық, балалар. Қандай тыныс белгісін қойдым? Неліктен? Бірінші сөйлемдегі үтірлер шынында да қыстырма сөз болғандықтан екі жақтан үтірмен бөлінді. Ол сөйлемге қосымша көңіл береді, ал алып тастаса, ол жақсы бала. Сөйлемнің грамматикалық құрылымы бұзылмайды. Екінші сөйлемде үтір рас деген бастауыштағы қыстырма сөз ретіндегі сөз сөйлемді бастайтын пікір растау болып келгендіктен кейін үтір қойылады. Ол өте көп біледі деп те қалуы мүмкін. Үшінші сөйлем орындамағансың-ау үтір болады. Ішкі экстра партиялық шылауы ау сөзге жалғанып тұр. Ал сірә қыстырма сөз, сондықтан сірә алдына үтір қойылады. Ойыңды дәлелдеуді үйрен. Бұл қыстырма сөз өйткені сөйлемнің негізгі мағынасына тікелей кірмейді және тек сөйлеушінің пікірін. Оны алып тастасаң, сөйлемнің грамматикалық құрылымы сақталып, негізгі ой өзгермейді. Міне төмендегі мысалдарды қарасаңдар болады. Сөйлемнің ортасында келген соң, шынында да қыстырма сөзінің екі жағынан үтір қойылды. Ал алып тастайтын болсақ, ол жақсы бала болып қалады. Грамматикалық жағынан құрылымы сақталып қалды. Ешқандай негізгі ой өзгермейді. Басқа да сөйлемдерде дәл солай. Балалар, тапсырма түсінікті болып жатыр ма? Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Шығармашылық үзіліс. 15-ші жаттығу. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Адам көп екен. Кезекте тұрғандардың арасында кимелеп кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдіріп, Бауыржанға жаратпаған кейіп танытты. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Бауыржанның орнында сен болсаң, не істер едің? Қане жауап берейікші? Менің ойымша, мен өзім, егер мен Бауыржанның орнында болсам, кезекке кимелеп кірмес едім. Алдымен өз кезегімді күтер едім. Себебі кезекте тұру тәртіп пен сыйластықтың белгісі, балалар. Басқалар да асығып тұр, сондықтан бәріне бірдей жағдай жасау керек. Меніңше, басқаларды сыйлау және әділ болу жақсы қасиет, балалар. Егер байқамай кезектен өтіп кетсем, кешірім сұрап, қайта өз орныма тұрар едім. Қорытындылай келе айтатын болсақ, балалар, әдепті адам әрқашан тәртіп сақтайды және өзгелердің құқығын
құрметтейді. Балалар, тапсырма түсінікті болса сау болыңдар.